Сәлем достар, мен Күнегей Нұрлан, сіздің жеке қаржылық кеңесшіңізбін. Шай ішейік бағдарламасына қош келдіңіздер. Бұл жерде біз күнделікті өмірде қажет қаржылық дағдыларды талқылаймыз. Бүгін қаржылық жоспарлау туралы сөйлесеміз. Қалай дұрыс бастау керек, неге маңызды және ол арқылы өмірімізге қалай тұрақтылық әкеле аламыз, осы жайлы талқылаймыз. Қаржылық білімді дамытуға үлес қосып отырған бас демеушіміз Халық Иншуранс компаниясы. Қаржылық жоспарлау дегеніміз табыс, шығын, жинақ және мақсаттарды жүйеге келтіру. Яғни ақшаны басқара білу, өмірді басқара білу деген сөз. Қаржылық жоспар құруды неден бастаймыз? Бірінші қадам күнтізбе алыңыз. Кәдімгі күнтізбе, календарь, телефондағысы да жарайды. Содан соң әр айға маңызды күндерді жазып шығыңыз. Мысалы, қаңтарда қайынатаның туған күні, яғни үйге ет алу керек. Тамызда бала мектепке барады, бұл дегеніміз сөмке, форма, тіпті кейбіреулері iPhone сұрайтын кезең. Қарашада өз туған күніңіз, бірақ оны бәрібір ұмытып кетесіз, сондықтан өзіңізге өзіңіз сыйлық дайындай беріңіз. Содан кейін мақсаттарыңызды нақтылаңыз. Қысқа мерзімді мақсат демалыс, техника, оқу ақысы. Орта мерзімді көлік немесе үйге алғашқы жарна. Ұзақ мерзімді баспана, бизнес бастау, зейнетақы сияқты жоспарлар. Табысыңызды нақты есептеңіз. Негізгі жалақыдан бөлек қосымша табыс көздерінде есепке алыңыз. Бірақ жолдасыңыздан сұрап алған қарыз егер қайтпаса, ол табыс емес. Содан соң шығындарыңызды жазып отырыңыз. Аптасына 2 рет мен шаршадым деп шопинг жасасаңыз, бұл да ескерілсін. Осылайша артық шығын қай жерден болып жатқанын байқап басқара аласыз. Енді жинақ және резерв. Қаржылық көрпеше дегеніміз бұл қиын күнде қиналмас үшін керек. Кемінде 3-6 айлық шығын көлемінде резервтеріңіз болуы тиіс. Бюджетті 70-20-10 ережесі бойынша құрыңыз. 70% күнделікті қажетке, 20% жинақ пен инвестицияға, 10% өз қалауыңызға немесе қайырымдылыққа. Уақыт өте келе, табысыңыз немесе өмір жағдайыңыз өзгерсе, жоспарыңызды қайта қарап отырыңыз. Икемді жоспар ғана тұрақты нәтиже береді. Қаржылық жоспарлау бай адамдар үшін емес, әр адам үшін қажетті күнделікті әдет. Маңызды кеңес: үй, көлік, бизнес, денсаулық бұлардың барлығы қаржылық жоспарлаудың бір бөлігі. Ал оларды қорғау үшін сақтандыру маңызды құрал. Халық Иншуранс сіздің қаржылық қауіпсіздігіңіздің сенімді серіктесі. Өміріңіздегі құндылықтарды сақтауға арналған кең ауқымды өнімдермен бірге Халық Иншуранс сақтандыру полис арқылы түрлі күтпеген қаржылық тәуекелдерден сақтануға көмектеседі. Яғни күтпеген жағдайда тап болсаңыз да қаржылық соққыны жеңілдетуге мүмкіндік береді. Қаржылық жоспар тек қалай үнемдейміз деген сұрақпен шектелмейді. Кейде үнемдеуден де маңыздысы табыс көзін көбейту. Алдымен қазіргі табысыңызды нақты біліп алыңыз. Кейбір адамдар жалақысының біледі, бірақ қайда кетіп жатқанын білмейді. Әсіресе жалақы алғам жоқ сияқты деген сезім болса, жоспар міндетті. Негізгі табыстан бөлек қосымша ақша қайдан түседі? Репетиторлық па, тігін бе, бәлкім инстада жарнама жасап жүрсіз бе? Жасырмай бәрін жазыңыз. Қосымша табыс көзін ойлап табыңыз. Бұл жерде сізге екінші жұмыс істе деп айту оңай, ал істеу қиын екенін білем. Бірақ қосымша табыс деген міндетті түрде ауыр жұмыс емес. Мысалы, кешкі уақытта онлайн сабақ беру, достарыңыздың мерекесіне торт пісіріп сату, TikTokта пайдалы контент жасап серіктестік табу, үйде бос тұрған бөлмені жалға беру, шет тілін білсеңіз, аударма немесе репетитор болу. Қабілетіңізді табыс көзіне айналдырыңыз. Әр адамда бір жасырын супер қабілет бар. Біреу жақсы сөйлейді, демек жүргізуші бола алады. Біреуі тігіс тігеді, заказ қабылдасаң, біреуі Excel мен жақсы жұмыс істейді, есеп жүргізіп үйретсін. Өзіңізге менің қай істе қолым жүріп тұр деген сұрақ қойыңыз. Уақытты басқаруды үйреніңіз. Кейде қосымша табыс таппауыңыздың себебі уақыт жоқтығы емес, уақытты жиі беретін істердің көптігі. Мысалы, сериал көру, телефон шығу, 3 сағат бойы жоспар құрып отыру. Уақытыңызды нақты өлшеңіз. Күніне 1-2 сағаттан табыс әкелетін іске бөліңіз. Қосымша табысты бірден жұмсамаңыз, оны жинаңыз. Ең маңызды ереже: жаңа түскен табыс бұл менің марапатым, наградам деп жеп қоймаңыз. Бұл менің болашағым деп қарау керек. Ол ақшаны депозитке салыңыз, бизнеске жұмсаңыз, немесе күтпеген жағдайда резерв ретінде сақтап қойыңыз. Табысты көбейту жоспарын қағазға түсіріңіз. Жоспарсыз әрекет жай ғана арман. Аптасына қандай әрекеттер жасайсыз, қай күні контент саласыз, қай күні клиент іздейсіз, қай күні бағаны көтересіз, мұның бәрі жазулы болсын. Табысты арттыру өз құныңды арттырумен тікелей байланысты. Біліміңізді, дағдыларыңызды дамытуға ақша мен уақытты жұмсаудан қорықпаңыз. Бір курстың құны 20 000 теңге, бірақ кейін сол білім сізге 200 000 теңге әкелсе, бұл инвестиция.
Әрине, ғаламторда тегін курстарда жеткілікті. Іздестіріп көріңіз. Кішкене тосын сый, комментарийға сіздің қаржылық мақсатыңыз қандай екенін жазып шығыңыз. Біз барлық пікірлерді оқып, кездейсоқ бір көрерменге халық иншурс атынан арнайы сыйлық табыстаймыз. Қорытындылай келе, қаржылық жоспарлау тұрақты өмірдің негізі. Бүгіннен бастап қаржыңызды жүйелеңіз, ертеңіңіз үшін сенімді қадам жасаңыз. Келесі шығарылымда тағы бір маңызды тақырыпты талқылаймыз. Кездескенше.